Бүгінгі математика пәнінен өтетін жаңа тақырыбымыз қағаз ақша. Бүгінгі сабақта сен 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажырату және түрліше төлем жасауды үйренесің. Бірінші суреттегі ақшаларды қара. Олардың қайсылар саған таныс? Таныс емес ақшаларды ата. Жарайсың. Келесі видеоға назар салайық. Ташы, Тыңдайық. мынау Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге. Теңге атауы ортағасырлық түркілердің денге деп аталған ұсақ күміс монеталарынан шыққан. Теңгенің номинальды құны неғұрлым өскен сайын соғұрлым қымбат. Бүгінгі сабақта купюралар немесе 1000, 2000, 5000 теңгелік банкноттар туралы айтамыз. 1000 теңгелік банкноттың негізгі түсі сарғыш қоңыр. Өлшемі 134 мм-де 70 мм. Купюра бетінде қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 2000 теңгелік банкноттың негізгі түсі жасыл. Өлшемі 139 мм-де 73 мм. Купюра бетінде қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, құландар және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. 5000 теңгелік банкноттың негізгі түсі қызыл. Өлшемі 144 мм-де 76 мм. Купюра бетінде қазақ елі монументі, ұшып жүрген көгершіндер, қар барысы және Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік елтаңба мен ту бейнеленген. Есепті шығар. 1000 теңгеге 400 теңге қайтарып беретіндей қандай тауарлар алуға болады? Дұрыс, банан бумасы және мандарин бумасы. Мандарин бумасы шырын және қарындаштар жиынтығы. Банан бумасы шырын, шоколад және шахмат. Кестені қара. Берілген тұжырымдар ақиқат па, жалған ба, соны анықтайық. Мандарин бумасы 350 теңге тұрады, ал шырын 150 теңге. Ақиқат тұжырым ба, жалған ба, анықтайық. Дұрыс, бұл тұжырым ақиқат. Себебі 350 азайту 150 тең болады 200-ге. Ақиқат тұжырым ба, жалған тұжырым ба, анықтайық. Дұрыс, бұл тұжырым жалған. Себебі 600 пен 800 тең 1400-ге. Ал 2000 минус 400 тең болады 1600-ге. Ал 1400 бен 1600 тең емес. Жақсы. Ендеше, ақша купюралар не үшін қажет? Оларды қандай мақсаттарға пайдалансақ болады? 2000 теңгелік, 5000 теңгелік купюралардың қалай ұсақталғанын қара. Тағы да қалай ұсақтауға болады? Мысалға, 2000 теңгелік купюраларды 2000 теңгеліктермен ұсақтауға болады. Ал 5000 теңгелік купюраланы 2000, 2000 және 1000 теңгемен ұсақтауға болады. Келесі сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма: қанша теңгелік купюраларды пайдалану арқылы шығаруға болады? Бірнеше нұсқасын жаз. Мысалға, балалар, 9000 теңге. 9000 теңгені мен 500, 500, 1000, 2000, 5000 теңгелік купюраларын пайдалану арқылы ұсақтап жаздым. Енді сіздер 6000-ды, 3000-ды, 1000 және 700 теңгені осындай бірнешке ұсақтау нұсқасын жазасыңдар. Дескриптор: купюралар арқылы 6000 теңгені құрастырады, купюралар арқылы 3000 теңгені құрастырады, купюралар арқылы 1000 теңгені құрастырады, купюралар арқылы 700 теңгені құрастырады.
Тапсырма түсінікті болса, екінші келесі тапсырма орындаймыз. Ол үшін оқулықтың 29 бетіндегі номер 8 есеп. Теңдеулерді шешеміз. Осы тек 2 теңдеуді шешеміз, балалар. Дескриптор санды өрнектің мәнін дұрыс есептеп, күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырады. Белгісіз компонентті табу жолын өрнек түрінде жазады. Теңдеудің түбірін анықтайды. Теңдеудің тексеру өрнегін жазады. Теңдеуді теңестіреді. Ендеше балалар, сіздерге іске сәт.